Саламатсыздар ма? Біз бүгін қайталау тақырыбына берілген есептерді шығаратын боламыз. Қазіргі шығаратын есебіміз 751-ші есеп номері. Яғни қатынастарға берілген есептер бөлшектерге. Соны қалай шығару жолын сіздерге түсіндіретін боламын. Бірінші есеп 2-ден 1-ді 4-тен 3-ке бөлуім керек. Яғни бөлшек түрінде көрсетілген бізде. Алдымен мына бөлшек сызығын біз бөлумен алмастырамыз. Яғни бұл бөлшек сызығы бізде бөлу деген амалды білдіреді, я. Алдымен жазамыз 2-ден 1 бөлінген 4-тен 3. Яғни біздерде қасиеттерінде, яғни бөлуді міндетті түрде көбейтумен алмастырамыз. 1-ден бөлу болып шығара алмаймыз, я. Сондықтан бөлуді көбейтумен алмастыру үшін алдымен 2-ден 1 бөлшегін жазамын, көбейтемін. Енді екінші бөлшекті алыммен бөлімін алмастырып жазамын. Яғни көбейтуге алмасқанда алыммен бөлімі де алмасады. Сонда бөлімінде 3, алымында 4 болады. Тең болады. Енді ары қарай көбейту болғаннан кейін бізге де қысқарту жүргізіледі. Мына бөлшектің алымдағы сандарды бөлшектің бөліміндегі санға қайсысы бөлінеді, соған қысқартамыз. Мысалы 4-ті 2-ге бөлеміз. 4-ті 2-ге бөлеміз 2, яғни 2 сан қай жағында көп, сол жағына жазылады. 2 мына жағында 1 қалады. Не басқа сандар бір-біріне бөлінбейді, сондықтан бөлшек сызығын сызамын, алымын көбейтемін. Алымында 1, көбейту 2 деген сан қалды. Яғни 1-ді 2-ге көбейтем 2. Бөлімінде 1-ді көбейтемін 3-ке. 3. Сонда бізде бірінші есептің жауабы 3-тен 2 деген шықты. Келесі, тап осындай мысал. 12-ден 5 бөлу 3-тен 2 тең болады. 12-ден бірінші бөлшегімді сол өз күйінде жазамын, көбейтемін. Келесі бөлшекті орнын алмастырамын. 2-ден 3. Ары қарай қысқартамын. 12 3-ке бөлінеді. Бірінші есепте айттым, қай жағында сан көп, сол жағына нәтижесін жазамыз. 12-ні 3-ке бөлем 4, яғни 12 жағы үлкен болса, 4-ті осы жаққа жазам. Басқа сандар бір-біріне бөлінбейді. 5-ті көбейтем 1-ге 5, 4-ті 2-ге көбейтем 8. Сонда жауабы 8-ден 5. Келесі 9-дан 4 бөлінген 3-тен 2 тең болады. 9-дан 4 көбейтемін 2-ден 3 тең болады. 4-ті 2-ге бөлем 2, 9-ды 3-ке бөлем 3. Сонда бірінші бөлімін жазайын. 3-ті 1-ге көбейтем 3, алымында 2-ні 1-ге көбейтем 2. Сонда 3-тен 2 деген есептің жауабы болады. Ары қарай шығарайық. Келесі 4-ші мысал. 15-тен 8 бөлемін 5-тен 4-ке. Бірінші бөлшекті сол күйінде жазамыз, келесін орнын алмастырамыз. Тең болады. 8-ді 4-ке бөлем 2, 15-ді 5-ке бөлем 3. Тең болады 3-тен 2. Келесі 5-тен 2 бөлінген 25-тен 6. 5-тен 2 көбейтемін, бөлуді орын алмастырам. Сонда 6-дан 25. 6-ны 2-ке бөлем 3, 25-ті 5-ке бөлем 5. Сонда 3-тен 5 болады. Келесі 8-ден 3 бөлемін 4-тен 1-ге. 8-ден 3 көбейту 1-ден 4. 8 4-ке бөлем 2. Басқа сандар бөлінбейді. Сонда алымдарын көбейтем 3, 2-ні 1-ге көбейтем
2. Сонда 2-ден 3 деген есеп шығады. Келесі 752-ші есеп. Бұл жерде бізде көріп тұрғаныңыздай аралас бөлшектерге берілген. Мысал, бірінші жазып алайық. 1/3-тен 2 бөлінген, яғни бөлшекті бөлу сызығымен алмастырамыз. 2/2-ден 1. Енді бізде мына тұрған аралас бөлшектер, яғни бүтінмен берілсе аралас бөлшек. Енді осы берілген аралас бөлшектерді біз дұрыс бөлшекке айналдырамыз. Дұрыс бөлшекке айналдыру үшін бөлімін бүтінге көбейтіп, алымына қосамыз. Сонда 3-ті 1-ге көбейтем 3, 2-ні қосам 5. Сонда 3-тен 5 бөлінген, 2-ні 2-ге көбейтем 4, оған 1-ді қосам 5, 2-ден 5. Міне көріп тұрғаныңызда жаңағы 751-ші есептегідей кәдімгі дұрыс бөлшектің мысалына келді. Яғни істейміз ары қарай? Мына бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Бірінші бөлшекті сол күйінде жазамын. 3-тен 5 көбейтілген, екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. 5-тен 2. Ары қарай қысқартамыз. Сонда 5-ті 5-ге бөлдік 1, ешқандай ештен жазылмайды. Сонда бізде қалды бөлімінде 3, алымында 2. Жауабы 3-тен 2 болды. Келесі 12 бөлінген 1/5-тен 1. Яғни 12-ні жазамын, бөлінген аралас бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырамын. 5-ті 1-ге көбейтем 5, оған 1 қосам 6. 5-тен 6 тең болады. Яғни 12 деп тұрғанымыз сөз, біз 12-ні 1-ге бөлсек 12 шығады. Сондықтан осылай жаза аламыз. 1-ден 12 көбейтілген 6-дан 5 болады. 12-ні 6-ға қысқартам 2 болды. Басқа сандар қысқармайды. Сонда 2 мен 5-ті көбейтем, алымында 10, бөлімінде 1. 10-ды 1-ге бөлемін 10. Сонда жауабы 10 шықты. Келесі 3/4-тен 3 бөлінген 1/4-тен 1. Аралас бөлшектерді дұрыс бөлшекке айналдырамын. 4 3 көбейтем 12, оған 3 қосам 15. Бөлімі сол күйінде қалады. Сандар алымында 15 болады. Бөлінген 4-ті жазып қоям, бөлімі өзгеріссіз қалады. 4-ті 1-ге көбейтем 4, 1-ді қосам 5. Ары қарай орындарын алмастырамыз. 4-тен 15 көбейтілген 5-тен 4. 4 пен 4-ті жойып жіберем 1 болады. Қысқартам 15-ті 5-ге бөлем 3. Бөлімінде ешқандай сан жоқ емес, яғни бірлер бар. 1 жазам, алымында 3. 3-ті 1-ге бөлем 3. Жауабы 3 сонда. Келесі 11/4-тен 1 бөлінген 4/2-ден 1. 4-ті жазам, бөлімін 4-ті 11-ге көбейтем 44, 1-ді қосам 45. Бөлінген 2 тұрады бөлімінде 8, 4-ке көбейткенде 1-ді қосам 9. Сонда 4-тен 45 көбейтілген 9-дан 2. 45-ті 9-ға бөлеміз 5 болады. 4-ті 2-ге бөлем 2. Бастапқысында айттым, ұмытып қалмаңыздар. Қай жағында сан көп, нәтижесін сол жаққа жазамын. Сол тұрған санға қарай жазамын. Онда 5-ті 1-ге көбейтем 5, 2-ні 1-ге көбейтем 2. 2-ден 5 жауабы. Келесі 5/4-тен 1 бөлінген 1/4-тен 3. Бөлімін жазам, сол кейін тұрады. 4-ті 5-ге көбейтем 20, 1-ді қосам 21. Бөлінген 4, 1-ге көбейтем 3 қосам 7, 4-тен 7. 4-тен 21 көбейтемін, бөлшектің орнын алмастырамыз. Яғни көбейтумен алмастырғанда алымдарымен бөлімі алмасады. 7 бөлімінде алымында 4. 4-ті 4-ге бөлем, 21-ді 7-ге бөлем 3. Сонда бөлімінде 1, алымында 3. 3-ті 1-ге бөлеміз, 3 шығады жауабы. Келесі 752-ші есептің соңғысы 6-шы есеп. 3/8-ден 1 бөлінген 1/4-тен 1 тең болады. 8 жазып қоям. Бөліп
бөлімдерін жазып қояйық. Осылай 8 3 көбейтемін 24, 1-ді қосам 25. 4-ті 1-ге, оған 1 қосам 5. 8-ден 25 көбейтемін. Орындар алмасады. 5-тен 4. 8 4-ке бөлем 2. 25-ті 5-ке бөлем 5. Сонда бөлімінде 2, алымында 5. 2-ден 5 жауабы. Мінеке, есептерді осындай оқып шығарамыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлық есептерді осылай күнделікті шығарып отырамын YouTube'қа. Комментарий жазып, лайк басып, сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Келесі 753-ші есеп. Бірінші, міне көріп тұрғаныңыздай, бөлшектің алымында кәдімгідей бізде мысал берілгенде амалдарды орындауға. 8-ден 5 көбейтілген 3-тен 2. Алдымен бөлшектің алымын орындап аламыз. 8-ден 5 көбейтілген 3-тен 2 тең болады. Осы бөлшектің үстінен ғана сразу есептеп жүрге болады, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін бөлек жазып алып жатырмын. Яғни қысқартамыз. 8-ді 2-ге бөлем 4 болды, басқалары қысқармайды. Бөлімінде 4 көбейтілген 3, 12, алымында 5 көбейтілген 1, 5 болады. Яғни бұл бөлшектің алымының жауабы 12-ден 5, бөлімінде бізде 9-дан 5 болып тұр, тең болады. Міне, бана бастында шығарылған есептің уже сонылардың нұсқасына уже ұқсайды, қараңыздар. Яғни 12-ден 5-ті жазып аламын, көбейтемін, бөлемін 9-дан 5-ке. Енді бөлуді не істейміз? Көбейтумен алмастырамыз. 12-ден 5 көбейтілген 5-тен 9 тең болады. 5-ті 5-ке бөлем 1. 12-ні 9-ға бөлінбейді, сонда екеуі де бөлінбеген жағдайда екеуі де бөлінетін бірдей сан. Қандай? Яғни ол 3. 12-ні 3-ке бөлсеміз 4 болады, 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 4, алымында 3 қалады. Міне біздің жауабымыз осылай. Келесі, осы тұрған жерінен есептейік. 5 пен 5-ті қысқартып жіберемін. 12 мен 4-ті қысқартамын. Қысқартамын деген сөз 12-ні 4-ке бөлем деген сөз. 12-ні 4-ке бөлем 3. Бұл жерде дұрыс жазылмай алған, кішкене қисайып. Сонда бөлшек сызып алам. Бөлшектің алымында 3, 3-тен 1 болды. Бөлімінде 9-дан 2 тең болады. 3-тен 1 бөлінген 9-дан 2. Бірінші бөлшекті жазам. 3-тен 1 көбейтілген 2-ден 9. 9-ды 3-ке бөлемін 3. Қалғаны қысқармайды. Бөлімінде 2, алымында 3 болады. Келесі. Осы тұрған бөлшектің алымын осы тұрған алымында қысқартып жіберейік. 3-ті 3-ке қысқартамын 1. Сонда бөлшектің алымында 4-тен 1, соны бөлеміз 2-ден 1-ге. 4-тен 1 көбейтемін, алмастырамын орнын 1-ден 2. 1 мен 1 қысқарады, 4 пен 2-ні бөлгенде 2, алымында 1. Мұнда 2-ден 1 болады жауабы. Келесі, міне бөлшектің алымында біреуі дұрыс бөлшек, біреуі аралас бөлшекке. Дұрыс бөлшекті өзін жазамын. 17-ден 5 көбейтілген. Енді мына аралас бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырам. 4-ті 3-ке көбейтем 12, оған 3 қосам 15. 4-тен 15 болады. Бөлімін тағы алмастырам. Дұрыс бөлшекке 8-ді көбейтем 16, оған 5 қосам 21. 8-ден 21 болады. Тең болады. Енді қараңыздар, біздер қазір басқаша қылып шығарамыз. Жазамыз бөлшектің алымын 17-ден 5 көбейтілген 4-тен 15 деп жазып алам. Бөлемін 8-ден 21-ге. Енді былай жазамыз. 17-ден 5 көбейтілген 4-тен 15 көбейтеміз дейміз да, мына соңғы бөлшектің орнын алмастырып жібереміз. 21-ден 8. Енді қараңыздар, біздерде 3 көбейтінді болыпты. Енді қара, осылардың бөлшектің алымындағы сандарды бөлшектің бөлімінде қайсы бөлінеді, соған қысқартамыз. Мысалы, 8 бен 4 қысқарады, 2-ге болады. Тағы қандай сандар қысқарады?
Мына жерде 21 мен 15 екеуі де 3-ке бөлінеді. 21-ді 3-ке бөлсек 7, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Басқа бөліне ма? Так, енді қалған жазамыз. 5 көбейтілген 5 көбейтілген 2. Бөлімінде 17 көбейтілген 7 тең болады. 5-ті 5-ке өйтем 25, 12-ке өйтем 50. 17-ні 7-ге өйтем 119 болады. Так, 9, 119. Онда 119-дан 50 жауабы.